Ата-аналардың алтыншы қателігі бұл балалардың мектепке әлі ерте барғаннан кейін, мектепке барғаннан кейін барлығын үйреніп алады деп ойлауы. Егер баланың жасына сай дағдылары уақытында дамытылмаса, оқу мен жазуды меңгеруі қиындауы мүмкін, мектепке бейімделуі ұзаққа созылуы мүмкін, сабаққа деген қызығушылығы төмендеуі мүмкін. Сондықтан мен бұл жерде айтып отқаным, баланы ерте оқытып, көп тапсырма беру емес, мәселе баланың жасына сай дайындықты меңзеп отырмын. Ол дегеніміз кітапты бірге оқу, сурет бойынша әңгіме құрату, дыбыстарды ажырату, ұсақ моториканы дамыту, есте сақтау мен зейінді дамытатын қарапайым тапсырмаларды орындату. Яғни бұл жерде айтылатын қорытынды ой, баланы мектепке дайындығы бірінші сыныпта емес, одан әлдеқайда ертерек күнделікті қарапайым әрекеттерден басталу керек. Әлі кішкентай деген ойымыз баланың оқу процесін қиындатуы мүмкін. Сондықтан құрметті ата-аналар, қазірден бастап балаларды мектептен психологиялық жағынан да, басқа жағынан да дайындауды бастаңыздар. Сіз осы қателіктердің қайсысын байқап жүрсіз? Пікірге жазып кетіңіз.